Сәлем қыздар, Асүйдің ханшайымдары, біздің Ақтастархан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өзбек халқының ұлттық тағамы деп айтсақ болады, палауды бірге әзірлейтін боламыз. Әрине біз қазақтарда өте қатты жақсы көреміз палауды. Енді әркімнің өзінің палау жасау әдісі бар. Мен де өзімнің палау жасау әдісімен бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, және шашылмай пісетін, дәмді пісетін палаудың дәмін бірге көретін боламыз. Құрамына керек заттар әрине ет қажет болады, пияз қажет болады, сәбіз қажет болады. Қазанымызды қыздырып қойдық. Жанында жұмыртқаны қайнатып жатырмын, өйткені бетіне қайнаған жұмыртқамен жейтін болсақ өте дәмді болады. Ал іске кірісеміз. Ең алдымен пияздарымызды турап алатын боламыз. Пиязды қанша көп қосқан сайын негізі палау өте дәмдірек болады. Сондықтан пиязды көп қоса беруден қорықпаңыздар. Негізі білесіздер, өзбектер палауды әртүрлі әдіспен дайындайды ол жақта. Мысалы үшін Ташкенттегі өзбектер басқаша әзірлейді, Самарқанд қаласындағылар басқаша әзірлейді. Жалпы әр өздерінің ауданы дейді ғой бізде ол жақта. Сондай әр ауданның өзіне тән палауды әзірлеу әдісі бар. Бізден сол әр жақтың әдісінің өзімізге ең бір ыңғайлысын алып алғанбыз ғой. Соны әзірлеп көрсететін боламын. Негізі палауды мен студент кезінде жасап үйренгенмін. Үйде де жасайтын, бірақ студент кезде негізі осылай бір өзбектер сияқты палау жасап көрейінші деп әзірлеп, дәл солай әдемі шығатын болғандықтан әлі күнге дейін сол әдіспен әзірлеймін. Өте жылдам дайын болады негізі. Пиязымызды турап болдық. Енді оны ыдысымызға салып аламыз. Осы пияз бізге жеткілікті болу керек негізі. Дайын болды. Қазанымыз қызып қапты. Ағымай қоямыз ішіне. Енді шамамен көп істемеймін, аздау істейтін болғанда бір пияладай ағымай құйдым. Енді сәбізімізді де майда етіп бөліктерге бөліп аламыз. Жалпы сәбізді бұлай турау керек, пиязды бұлай турау керек деп айтпай-ақ қоя салайын, себебі әрбіріміз жалпы білеміз қалай турау керектігін. Сондықтан бұл жердегі палау жасаудағы негізі бір жалпы бәріміз жасау жолын білеміз, тек қана бір құпиясы болады ғой. Әр Асүй ханшайымның бір құпиясы, немесе әрбір аспаздың өзінің бір әдісі болады дейді ғой. Өйткені біреудің палау қызыл болады, біреу ақшыл қылып жасайды деген секілді. Солай әртүрлі әдіспен жасап көрсетемін. Менікі жасап жатқаным өте тез дайын болады. Өзбектер сияқты бір ішіне нохат, ондайлар ішіле енді қоспаймын. Оған уақыт жоқ. Бәрін қосып, жібітіп отыруға. Сондықтан жылдам дайын болатын палау. Міне барлығын осылай құрап алатын боламыз. Міне біздің майымыз қызып тұр екен. Мен ең бірінші пияз саламын. Негізі әркім әртүрлі бастайды. Біреу ет салады, бірақ бірінші мен пияз саламын. Кеттік. Осы пиязымыз қызарғанша
қуырып алатын боламыз. Қатты күйдіріп жібермейміз. Қатты күйдіріп жіберетін болсақ, палауымыз қарайып кетуі мүмкін. Түсі қатты аппақты қылып қоймаймыз. Себебі палауымыз аппақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан қызыл болып шығу үшін қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осындай. Сәбізімізді турап алдық. Дәл осындай үлкен-үлкен қылып турап тастаймын. Мен білмеймін, өзіме қалай ұнайды. Әркім өзіне ұнағанша турап алады. Сәбіз дайын болды. Міне қыздар, дәл осындай қызару керек пиязымыз. Енді осының үстіне еттерімізді қосамыз. Бұл жерде менде жылқының еті. Қазы болып десеңіздер де болады. Осы етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз, содан соң сәбізді қосатын боламыз. Енді осы үстіне сәбіз қосамыз. Қуырылып жатыр сәбіздің етіміз. Татымына қарап тұз қосып саламыз. Қуырылып жатыр. Енді осылай аздап палауға арналған дәмдерді қосып жібереміз. Күтіңіз. Енді су құйып қайнағанын күтетін боламыз. Енді қайнағанын күтетін боламыз. Қанша күш саласыз, соған лайықтап су қосасыз. Мен негізі суды осындай кесемен өлшеймін. Яғни, мысалы қазір мен 2 кесе күрішті демдейін деп жатым, сондықтан бұған 2,5 кеседей су құйдым. Неге жарты кесе артық қойдым, өйткені қайнаумен кететін бар, сондықтан жарты кесе артығырақ етіп құясыздар. Қазір бұл қайнаған соң шамалы астын пәс қойып, яғни астын төмендетіп, баяу отта жарты сағаттай қайнатамыз. Сонда сәбіздің, еттің дәмі сорпаға шығу үшін. Палау істеймін деп алып, күріш алдым өтіп кетіппіз. Магазинге күріш алуға келдік. Негізі элитамен де әдемі болады. Қастағы күріш көреміз сіздер. Осы күрішті аламыз, лазер күріш. Осы әдемі болады палауға ше. Мұндай салфетка алып жатырмын. Бет сүртетін. Қазір порошок алу керек. Порошокты көреміз. Күріш аламыз деп көп зат алып кететін. Тек біз ғана ма? Бәріңіз сондайсыздар ма? Күріш алып қайтамыз деген еді. Химия қылып кеткесің ғой. Міне енді осылай кесемізбен күрішімізді өлшеп алатын боламыз. 2 кеседей күрішті алып, қазір жақсылап жуып, 3-4 рет жуып, жібітіп қоямыз. Яғни палауымыздың суы қайнап етіміз піскенше, осылай күрішті жылы суда жібітіп қойсаңыздар, өте керемет болып шығады. Міне күрішімізді алып алдық. 2-3 рет жуып қойдық. Енді оның үстінен осылай қатты мұзда емес, орташа жылы суымызды құйып қойып, күтетін боламыз. Міне біздің суымыз әдемі қайнап тұр. Енді осының үстіне күрішімізді салып шығамыз. Осылай күрішімізді салып, қазір палауымызды демдеп дайындайтын боламыз. Міне күрішіміз салдық, енді су қайнап жатыр. Су тартылған соң, осылай қалауларыңызша сарымсақ қоссаңыздар өте дәмді болады. Осылай палауымызды демдеме салдың, арасына осылай сарымсақты салып шығамыз. Суы жақсылап тартылды. Енді осылай барлығын орталарын тесіп, палауымызды 15-20 минутқа қалдырамыз.
Міне біздің палауымыз дайын болды. Қазір енді соны салып жейтін боламыз. Қыздар, біздің палауымыз дайын болды. Өте керемет болды. Дәмі де күшті. Енді міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Ал ас болсын сіздерге.